Жамбылда Казинд 2023 Қазақстан мен Үндістанның бірлескен оқу жаттығулары әлі де жалғасып жатыр. Қос елдің қарулы күштерінің бөлімшелері тәжірибелік жұмыстар мен жауынгерлік дағдыларын үйлестіріп, шеберліктерін шыңдау үстінде. Матыбұлақ полигонына орналастырылған оқу-жаттығу қатысушылары жаттығулар арқылы тәжірибелік тапсырмаларды орындауда. Қос елдің басын біріктірген жиында қазақстандық әскери қызметкерлерінің арасынан нұсқаушылар мен аудармашылар арнайы бекітілген. Айта кету керек, оқу-жаттығуға шетелдік қатысушылар Үндістанның Догра аймағынан келген. Бірлескен тәжірибені ұштастыру шараларында жоспарға сәйкес әскери бөлімшелер таулы аймақтарда тапсырмаларды орындауға міндетті. Бұл тұрғыда Матыбұлақ полигоны түрлі жаттығу жасауға мол мүмкіндік береді. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығының жауынгерлік даярлық жөніндегі орынбасары, оқу-жаттығуға жетекшілік ететін полковник Бауыржан Күреңкеев пен Үнді континентін басқаратын полковник Маниш Пант тікелей жиынтық батальонның жеке құрамымен бірге жүр. Олар да командирлік деңгейде бірлескен жұмыс пен жедел үйлесімділік мәселелерін пысықтайды. Thereby giving significant impetus. Бұл лаңкестікке қарсы оқу-жаттығудың негізгі мақсаты Біріккен ұлттар ұйымы мандатына сәйкес екі ел арасындағы ынтымақтастық. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің аумағында болу және осы жаттығуларда тәжірибе жинақтау және практикалық дағдыларды меңгеру үлкен мәртебе. Ең бастысы елдеріміз арасындағы достық қарым-қатынасты нығайту. Оқу-жаттығу аясында нұсқаулық әдістемелік сабақтар тегіс жерде жалғасын тапты. Жаттығудың бастапқы кезеңдерінде Үндістаннан келген қатысушылар тек процесті бақылайды. Демонстрациялық жаттығуларға қазақстандық әскери қызметшілер тартылған. Олар антитеррорлық операциялардың элементтерін көрсетеді. Оқу-жаттығудың келесі кезеңінде Қазақстан Үндістан батальондары өз бетінше практикалық іс-қимылдар жасап, бірлескен оқу-жаттығу өткізіліп жатқан жауынгерлік үйлестіруді көрсетуі тиіс.